Бүгін қызылордалық полицейлер 9 айлық жұмысты қорытындылады. Департамент бастығы полиция генерал-майоры Абдылазимов Мақсутхан Нұғманұлының төрағалығымен өткен жедел кеңеске орынбасарлар, қала аудандық полиция бөліністерінің басшылары және жеке құрам қатысты. Жедел қызметтің қорытындылары шығарылып, алдағы кезеңге арналған басым міндеттер айқындалды. Облысымыздың тәртіп сақшылары қоғамдық орындарда қауіпсіздік шараларын күшейтіп, қылмыстарды болдырмау бойынша тиісті жұмыстар атқаруда. Жедел алдын алу шараларының арқасында бұл мерзімде жалпы қылмыс саны төмендеді. Кеңес барысында департамент бастығының орынбасарлары жетекшілік ететін салалар бойынша баяндама жасап, қызмет басшыларының есебі тыңдалды. Департамент бастығы барлық қала және аудандық полиция бөлімдерінің басшыларына бірқатар тапсырмалар беріп, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатындағы басым бағыттарды жауапкершілікпен атқаруды тапсырды. Сонан соң Мақсутхан Нұғманұлы жуырда өткен Ішкі істер министрлігінің алқа отырысында қойылған басты талаптар мен берілген тапсырмаларды барлық бөлімшелердің басшыларына жеткізді. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің өткен алқасында еліміздің ішкі істер органдары үшін басым міндеттері айқындалды. Оның ішінде жасөспірімдер арасында қылмысқа қарсы іс-қимыл, жол қауіпсіздігі және есірткі қылмысына қарсы күрес мәселесіне ерекше назар аударылды. 9 айдың жұмысы қорытындыланған жиын соңында департамент бастығы Абдылазимов Мақсутхан Нұғманұлы жеке құрамға мемлекет басшысының Ішкі істер министрлігінің тапсырмаларын орындауда нәтижелі жұмыс жасау қажеттігін тапсырып, алдағы кезеңге арналған басым міндеттерді белгіледі.